2022 жылы 31 қазанда жауынгерлік кезекшілік кезінде сағат 17:39-да бөлімше байланыс бекетіне дабыл келіп түсті. Өрт сөндіру кезекші қызметкерлерімен бізге берілген бұйрығы Айсанам тұрғын үйінің 6-шы қабатқа 2-ші буынмен адамдарды эвакуациялауға жіберді. 6-шы қабатта эвакуация жасау барысында 323-ші пәтерде 2 бала табылды. Оларды құтқарып 103 қызметкерлеріне тапсырылды. Дер кезінде келіп екі рет алып шықты. Екі баланы қалып қалдым, көршілердің балаларын алып кетіп қалыпты да, кіші өлтірмейін деп. Сосын екі баланы киіндіріп алып шығып кетті. Рахмет көп. Жұмыстарыңыздың жемісін көрдіңіздер, Алла разы болсын. Халықтың қаһарманы болып жүргеніңіздер. Әмин деп осындай генерал болсын.